Сәлем достар, Swedish English арнасы. Алдыңғы видеода біз сіздермен ағылшын тілі сөздерін ұмытылмастай жаттауға көмектесетін техника түрін қарастырдық. Ол space repetition, қазақша айтқанда интервалды қайталау техникасы. Ол үшін бізге мынандай бокс керек болатын және карточкалар. Және алдыңғы видеода мен сіздерге осындай карточкаларды толтыруды көрсетемін деп уәде еткен болатынмын. Сондықтан бүгінгі видеода біз сіздермен осындай карточкаларды толтырудың әртүрлі түрлерін, тәсілдерін қарастырамыз. Сонымен қатар қай тілде толтыру керек, қалай толтырған кезде тиімді болады, сондай сұрақтарға бүгінгі видеодан жауап таба аласыздар. Егер алдыңғы видеоны көрмеген болсаңыздар, онда жоғарыда көрсетілген немесе төмендегі видео сипаттамасындағы сілтеме арқылы өтіп көре аласыз. Ендеше, дайын болсаңыздар, бастаймыз. Мәтіндерді оқу барысында көп кездесетін жаңа сөздерді белгілеп алыңыз. Сосын мәтінді оқып болғаннан кейін сол сөздердің мағынасын, аудармасын онлайн сөздіктерден қараңыз. Көп жағдайда мәтінді оқу барысында ол сөздің не екенін логикалық түрде түсінуге болады. Жанындағы тұрған сөздерге қарап және жалпы мәтіннің мағынасына қарап. Міне мәтінді оқимыз. Clive said mom loves complaining. Complaining, белгілеп алайық. Complain деген сөздің аудармасын қараймыз. Google және Яндекс аудармаларынан бөлек басқа да онлайн сөздіктерді қарауға болады. Оның бірі Cambridge онлайн сөздігі, Cambridge Online Dictionary. Мұнда сөздің аудармасын, американдық және британдық дыбысталуын және іздеп отырған сөз құрамында бар мысал сөйлемдер бар. Сол сияқты Word Hunt онлайн сөздігі. Онда сіз іздеп отырған сөзбен жиі түрде кездесетін сөз тіркестері және сөйлемдер аудармасымен берілген. Және бұл сөздікте де сөздің американдық және британдық дыбысталуын естіп алуға болады. Complaining. Complaining. Карточкаға жазып аламыз. Шағымдану. Сонымен біз карточканың бір бетіне ағылшынша, ал артына аудармасын қазақша жаздық. Келесі түрі сөздің аудармасын емес, сол сөзді суретпен салу. Суретпен салу барысында сол сөз өзіңіз салғандықтан бір байланыс болады сол сөзбен. Яғни біз сол жаңа сөздің суреттегі формасын көретін болсақ, онда визуалды еске сақталады, ал визуалды еске сақтау әлде қайда тиімдірек. Мысалы, жүк көлігі деген сөзді жүк көлігі деп қазақша жазғаннан көрі суретпен салу неғұрлым қызығырақ. Оның аудармасы lorry, американша track болады. Массаны жазайық. Сөздің дыбысталуына сенімсіз болсаңыз, онда онлайн сөздіктерден американдық акцентте, британдық акцентте сол сөз қалайша дыбысталатынын тексеріп, тыңдап алуға болады. Mosquito. 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 Егер ағылшын тілінде транскрипциясын жазғыңыз келмесе, онда қалай естисіз, солай жазып алғанда ыңғайлы. Яғни өзіңізге ыңғайлы жолын таңдаңыз. Тағы бір сурет салайық. Ол супермаркетте арбашалар. Trolley деп аталады. Ноутбук. Ноутбук ағылшынша laptop.
Шелек ағылшынша bucket. Енді қайталап көрейік. Мен картинаны көрсетем, сіздер естеріңізге түсіріп айтып көріңіздер. Сонымен біріншісі ноутбук. Laptop. Шелек. Bucket. Жүк көлігі. Lorry немесе truck. Арба. Trolley. Маса. Mosquito. Визуалды түрде қараған кезде біз ақпаратты оңайырақ еске сақтаймыз. Сондықтан, егер жаңа сөз кездестіретін болсаңыз, оның аудармасын ойластырып көріңіз, елестетіп көріңіз, оны суретпен салуға келеме. Сөздерді карточкаларға жазып алудың екінші тәсілі ол сол сөздердің антонимдарымен жазып алу. Мысалы, жіңішке деген сөздің аудармасы narrow. Narrow деген сөздің антонимі кең, wide. Мысалы, сіз wide деген сөзді бұрыннан білесіз, бірақ narrow дегенді бірінші көріп тұрсыз. Карточкаға narrow, жіңішке деп жазғаннан гөрі wide'дің антонимі narrow деп көрсеткен дұрыс. Соны қазір жазайық. Мына карточкаларға емес, мына жіңішке карточкаға жазайық. Сонымен wide, оның антонимі narrow. Құрғақ және ылғал. Құрғақ dry, ылғал wet. Сын есімдердің бастапқы формалары ғана емес, олардың салыстырмалы шырайдағы формасында көрсетіп жазуға болады. Мысалы, жақсырақ better, ал жаманырақ worse. Тек сын есімдерді ғана емес, етістіктерді де антонимдармен жазуға болады. Мысалы, қарыз алу және қарызға беру. Қарыз алу borrow, ал қарыз беру lend. Сату, сатып алу. Сатып алу buy. Сату sell. Енді қайталап көрейік. Сонымен wide деген сөздің антонимі narrow. Full, толық, ал бос empty. Sell, сату, ал сатып алу buy. Borrow, қарызға алу, ал қарыз беру lend. Dry, құрғақ, dry'дің антонимі wet, ылғал. Better, жақсырақ, антонимі жаманырақ worse. Келесі ол сөздерді синонимдармен жазу. Егер ағылшын сөздерінің аудармасымен емес, оны ағылшын тілінде анықтамасын немесе синонимдармен көрсететін болса, онда қазақша емес, ағылшынша ойлана бастайсыз. Сондай бірнеше мысалдар жазып көрейік. Мысалы, tiny деген сөз ол өте кішкентай. Өте кішкентай деп жазғаннан гөрі оны very small деп жазайық. Сонда tiny ол very small. Сонда оны жаттау барысында осы жақтан бастауға да болады, мына жерден де бастауға болады. Tiny, very small, tiny. Бірнеше синонимдармен де жазуға болады. Мысалы, қорқу, afraid. Бұл сөздің синонимдары көп. Scared,
frightened, terrified, мында қанша екен жазып қояйық. Сонда afraid 3 синонимін айтуымыз керек. Afraid сөзінің 3 синонимі: scared, frightened, terrified. Ал осындай карточканы мына 3 сөзден артқа емес, керісінше мына жерден бастаймыз. Осында қараймыз: afraid 3 сөз синонимі, еске түсіреміз scared. Егер үшеуінің біреусін еске түсіре алмасақ, онда карточка ертең қайтадан тағы қайталануы керек. Коллинс онлайн сөздігінде сөздердің анықтамасы, дыбысталуы және мысал сөйлемдерден бөлек сөздердің синонимдерін де табуға болады. Бірнеше синоним сөздерден тұратын тізімнен бөлек ол сөздің антонимін да табуға болады. Кейбір сөздерді жеке жаттаудан көрі тіркеспен жаттау әлде қайда тиімдірек. Мысалы, ironing үтіктеу, бірақ үтіктеу процесі қалай болады? Ол do the ironing. Себебі ол сөзді қолдану барысында біз make ironing ба әлде ойланып қалуымыз мүмкін. Сол үшін бірден қандай етістікпен қолданылады, солай жазғанымыз дұрыс. Сонда үтіктеу ол do the ironing. Қазақшадан бастаймыз. Қазақшадан қараған дұрыс, олай қиындау. Үтіктеу, do the ironing. Жақшаның ішіне жазып қойсақ болады 3 сөз. Шетел тілі, foreign language. Онда foreign деген сөз жаттау үшін шетел жай ғана foreign деп жазып қоятын болсақ, еске сақтау мүмкін, бірақ тиімділік қатты емес. Ал тіркеспен жазатын болсақ, foreign деген еске оңайырақ сақталады. Сонда шет тілі. Foreign деген сөздің транскрипциясын бөлек жазып қойсаңыздар болады. Сонда қайталау кезінде қазақшадан ағылшынша аударамыз. Шет тілі, foreign language. Үтіктеу, do the ironing. Сөздерді тиімді еске сақтаудың тағы бір түрі түбірлес сөздерді жаттау. Ағылшын тілінде түбірлес сөздер өте көп. Соның бірін қарастырып көрейік. Мысалы, employer. Employer ол жұмыс беруші. Бұл сөздің түбірі employ. Енді осы сөзге түбірлес сөздерді қарастырайық. Employ деген етістік бар. Employ деген етістік жұмысқа алу деген мағынаны білдіреді. Келесі, жұмысшы деген сөз employee. Мына сөз employer деп жазылса, мына сөз employee. Жұмыссыз unemployed. Ал жұмыспен қамтамасыз етілу, яғни жұмыстылық, ол employment. Employment. Негізі тағы да басқа түбірлес сөздер бар. Unemployment. Бірақ мұнда төртеуін келтірейік және мұнда жазайық. 4 түбірлес сөз. Мына белгіден түсінеміз. Біз қазір түбірлес сөз айтуымыз керек екендігін, және ол 4 болу керек. Employer, еске түсіреміз. Employ, employee, unemployed. Employ, employee, unemployed, employment. Сонда түбірлес сөздермен жаттаған кезде бір оқпен бірнеше қоянды бірден атуға болады. Тағы бір мысалды қарастырайық. Шешу, decide. Бұнда
decide шешу болса, шешім деген зат есім формасы decision болады. Decide, decision. Шешім қабылдай алатын адам decisive. Оған қарама қарсы indecisive, шешім қабылдай алмайтын адам. Сонда decide деп үш түбірлі сөз дейміз. Decide шешу, decision шешім, decisive шешім қабылдай алатын адам, және indecisive шешім қабылдай алмайтын адам. Осылайша бірден 1, 2, 3, 4 сөз жаттаймыз. Сонымен бүгін біз сіздермен карточка толтырудың бірнеше түрлерін қарап өттік. Жаттағалы отырған сөзге немесе сөз тіркеске байланысты өзіңіз сәйкес жолды таңдап алыңыз. Әрине сөз және жаңа сөз тіркестері еске жақсы сақталу үшін оны жиі түрде қайталап отыру керек. Қаншалықты жиі қарау керек туралы ақпарат алдыңғы видеода айтылды. Сонымен қатар жаңа сөздерге және сөз тіркестеріне сөйлем құрастырыңыз. Онлайн сөздіктерде көрсетілген мысал сөйлемдерді қарай отырып, сіз жаттап отырған жаңа сөздің немесе тіркестің қалай қолданылатынын, қандай сөздермен қолданылатынын біліп алуға болады. Сонымен сіздерге бүгінгі видео ұнады деп ойлаймын және пайдалы болды деп ойлаймын. Егер видео ұнаса, лайк басыңыздар, каналға тіркелмесеңіздер, каналға тіркеліңіздер және жаңа видеоны жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Келесі кездескенше, бай!